Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Өткен бағдарламамызда біз Іле өзеніндегі тасмұрын аңшылық шаруашылығынан басталған Атырауға саяхатымыз жайлы әңгімелеген болатынбыз. Енді бүгін нағыз Атырау ішімен таныс боласыздар. Географиялық белгілеулерге сәйкес Атырау өзенінің астыңғы бөлігіндегі өзгермеген өлкесі, арналар мен сағалардың түйіскен бастауалар тұсы. Іле өзенінің алғашқы арнасы төменгі бөліктен басталатын бұл Топар өзені. Шыны керек, қазір өзен суының тым азайып кеткенінен Топар арнасындағы ағын суда түсіп кеткен. Топар сағасы басталар тұста Аралтөбе ауылы орналасқан. Аралтөбе маңынан жүзіп өттік. Өзен бетінде ауыл тұтас көрінбейді. Тоғайланудың арасында жасырынып жатыр. Ал өзен жағасындағы бірнеше келіншек балық аулап жүр. Балық қармаққа ілініп жатыр ма деп сұрадық. Таңнан бері тек 2 ақ балық қана ұстай алдық деп жауап қатты. Мінезді жауаптарына қарап балықшылар ауылының сөйлем тіркестерін аңғаруға болады. 40-шы жылдары мыңдаған аңшылар осы өңірде андатыр терісін даярлады, сатылымға шығарды. Халықаралық керемет көрмелерде андатыр терісінің 1,5 миллион данасы қойылатын. Әрине, ол кезде ақша құны өте жоғары болды. Негізінде біз жасыл желек пен тұмса табиғатқа адамның кез келген әсер етуі орны толмас шығын дегенге келіспейміз. Мысалға, осы бір жабайы аңның жерсіндірілуі мен тынымсыз аулануы оларға еш зиянын тигізген жоқ. Керісінше тұрғындар тіршілік көзіне айналды. Сондай-ақ Іле өзеніндегі ихтиофауна туралы да солай айтуға болады. Сондағы су қоймасында мекен етуші сазан, ағамұр мен кернек те осы адамдар үшін таптырмас азыққа күн көріс қаражатына айналды. Бірақ әдейі қызық үшін аулау мен тіршілік үшін аулаудың айырмашылығы жер мен көктей. Мысалға, Қазақ СССР академигі, зоология институтының директоры Слуцкий сол кезде андатыр аңын жерсіндіру жетекшілігімен айналысқан. 1969 жылы Қапшағай ГЭС-ін салуға бірден қарсы болғандардың бірі. Қазіргі заманда академиктің дұрыс қадам жасағанын аңғаруға болады. Яғни бүгінде алдыға қойылған сол кездегі мақсаттардың бірі де дұрыс орындала қоймады. Су қоймасы да мөлшеріне дейін толмады. ГЭС-те айтарлықтай қуат көзіне айнала алмады. Міне, жабайы жануарды көре алдық-ау. Қорқау түптен шыға сала қамысы арасына кіріп кетті. Түн ауа әр бұрыштан қорқау үні жаңғырып тұрды. Аралтөбеден төменірек кішігірім саға кеткен. Бұл Іле қалған. Раньше река Или делилась на Калган Или, головной Или. Алғашында Іле өзені екіге бөлінетін. Қалған Іле, яғни Бас Іле және Жиделі сағасына 5 шақырым жетпей, Аралтөбе ауылынан төменіректен бастау алатын өзен суы болып. Бірақ судың негізгі бөлігі Жиделі арнасына бұрылып, қалған Іле кішігірім арнаға айналды. Ақырын ағып Балқашқа дейін жетеді, құйған ауданын басып өтіп. Қалған Іле жиегінде өткен ғасырдың басында құйған балықшылар ауылы болатын. Бірақ өзеннің гидрографиясы уақыт өткен сайын белгілі бір себептермен тартылып, құрғақ, шөлді аумаққа ауысып барады. Қапшағай ГЭС-і салынбай тұрып, өзен Тянь-Шань тауынан 5%-ық алювиалды сапалықпен ағатын. Лайлы су жағаға жайылып, арнасынан тасы ағып, жазық даланың шөлін басатын. Осылайша мұндағы ну тоғай пайда болды. Кейде өзен арнасы құмды топырақпен бітеліп қалып, су басқа саға сала ағып, өзенге құйылатын. Қазір ескі саға мен өзен суының тек 7% ғана ағып жатыр. Жиделінің төменгі бөлігі мал шаруашылығын дамытуға белсенді қолданылады.
Если ставить себе задачу в день проходить по 50 километров, особенно... Егер күніне 50 шақырымды жүріп отыруды жоспарға қойса, қармақ салуға мүмкіндік болмайды. Тек қайық ескегін есіп отыру керек. Ал троллингке ауыссаң, асықпай қармағыңды да саласың, суда да бағытыңмен жүзесің. Кешкі асқа қорек табу керек. Түскен сияқты. Жоқ, көрініп кетті солай. Әле өзенде бұрындары балықтың 6 түрі мекендейтін. Оның тек 3 түрі ғана шаруашылыққа жарады. Ірелік және балқаштық көкбас балық пен балқаштық алабұға. 19 ғасырдың екінші жартысында Балқаш көліне ыстық көлден сазан балығы ауысып келіп, бірден жерсіне бастады. 30-50 жылдары ихтиологтар Іле Балқаш су қоймасына тағы ондаған балық түрін әкелді. Кернек, сом, ағамұр, ақ балық, көксерке, ақ табан, қарагөз, беріш пен аралдық сүген балықтарын. Кейіннен өзен суына тағы бір балық түрі ауып келді. Бұл жыланбас балық. Балық аулап, бейнетаспаға үйректер әрекеттерін түсіре отырып, олардың жиі кездесе бастағанын аңғардық. Сөйтсек, 16 шақырымды демде артта тастаған екенбіз. 5-й день пути, 19 марта, 4 часа дня. Саяхатымыздың 5-ші күні, күндізгі сағат 4. Мен Ақсеркеге жақындадым. Дәл осы орыннан жиделі 2-ге бөлінеді. Жиделі және иір болып. Ақсерке арнасынан иір сағасы ағып шығады. Міне, Іле өзенінің соңына да жетіп қалдық. Іле сөзінің бірнеше этимологиялық атауы бар. Бір деректерде сөз моңғолдың ил, тамаша сөзінен шығады деп кездеседі. Демек, Іле тамаша өзен деп аударылады. Келесі бір деректерде көне көшпенділер олардың түріне ғана емес, аумағына да басым назар аударғандай. Яғни бұл дерек тұңғыс манжұрлық елге тән. Оларда ил үлкен деген мағынаны білдіреді. Өйткені ғұндар көшпенділік уақытында осы өзеннен өтуде біраз қиналғаннан болар, үлкен өзен деген атау беріп кетіпті. Жиделі оңға кетеді, ал негізгі бөлігі иір сағасында ағып жатыр. Вот здесь вот за рыболовной базой Хан-Тенгри. Міне, дәл осы Хан-Тәңірі балық шаруашылық базасынан Іле атырауының адам аяғы баса қоймаған нағыз жабайы табиғаты басталады. Түнемекке тағы 8 шақырым төмен түстік. Жағаға шыққанымыз сол еді, қабандар мен еліктер іздері сайрап жатыр. Жағаға шығып тағы 50 қадам жүріп, қамыс арасынан қоршылдаған дыбыстар ести бастадық. Ал өзен бетінде 200-ге жуық үйректер мен бірнеше аққу жүзіп жүр. Енді бір жерлерден еліктердің дауысы естілді. Сондай қорқаулардың ыңырсыған жағымсыз зары. Үйректер уақыт өткен сайын көбейе түсуде. Біз ғируқ үйректер ұшып кеткенге ұқсайды. Бірақ басқа түрі тіпті көп келуде. 20 марта, 6-й день пути, 12 часов дня. Сегодня с утра был дождь. 20 наурыз, сапарымыздың 6-шы күні, күндізгі сағат 12. Бүгін таңнан жауын жауғандықтан өзенге кешірек шықтық. Атырауда төмендеген сайын табиғи өлке өзгеріп барады. Қабандар түнімен ұйқы бермеді. Жақын маңда қоршылдап тыным таппады. Ал өзен бетінде түнімен аққулар сұңқылы. Таң ертеңмен ұйқыдан тұрып 3 аққуды көрдім. Олар да жанұялық жанжал болған сияқты, біреуі артық. Сонымен қатар еліктерде түнімен қоректенді. Жалпы айтқанда мұнда жабайы табиғат әлі сол қалпында екен. Өзен жағасында керемет түптер жайқалған қантқабай. Қабандар үшін бұл бәліш жегендей. Алпыс шақырымдық жер телімінде 5-7 бастан жиналған қабандардың 5 үйірін көрдік. Молодые кабаны забавные.
Молодой кабан меня заметил. Жас қабандар қызық. Жас қабан мені көрді де үреймен қаша жөнелді. Қашқан кезінде не үшін жүгіргенін ұқпады ғой деймін. Өзгелерге қосыла ары жайыла түсті. Кейіннен үлкені мені көргенде тұра қап, өзгелеріне қашыңдар дегендей белгі беріп, жүгіре жөнелді тобымен. Иір жағасы Ақсеркеден Бәйменейге дейінгі аралықта тек қана қабандар белгілері. Бұл аумақ өртке ұрынбаған бөлігі екен. Бұл атырауға көлікпен жету қиын. Содан болар мұндай жануарлары да жайылып келе бермейді. Осы күрделілік жабайы табиғатты өрт пен басқа да заманауи өзгерістерден сақтап тұр. Жағада қырғауылдар қақтығысы. Біз үнсіздікпен қызыға бақылап тұрмыз. Желмен жарыса қанаттарын сабалай, келесі өзен бетіне қаздар тобы қонды. Қона сала шуласып, тыныш даланы бастарына көтеруде. Мүмкін өзара ұзақ сапардан ұшып келу саяхатын, екі аяқты жандардың қандай жерде, қандай қаруларын ұстап күтіп тұрғандығын, солардан қалай құтылып, тыныш жерге жетіп, тамаққа басыру сәттері жайлы әңгімелесіп отырған болар. Оларға батпылдау үйректер де қосылды. Әрине олардың өзіндік пікірлері болғанымен қаздарға қарсы шыға алмайды. Олардың аярлық дауыстары бұтпылдаған ешкімге әсер етер емес. Сол арада күн суытып кетті. Жауын арты қарға уласып, түнімен қатты жел палатканы үрлеп шықты. Ертеңінде күн қайта ашылып жылый бастады. Қатты ағысы жоқ өзен суының кей жерлеріне мұз қатыпты. Тіпті адам салмағын еркін ұстап тұр. Келесі күні мұз кішкене болса да ерігеннен кейін сапарымызды жалғастыра түстік. — 22 марта, 9 часов утра, 7-й день пути. 22 наурыз, таңғы сағат 9. Сапарымыздың 7-ші күні. Егер жолым болса, Құстастай сағасы мен Асаубай өзеніне жүзіп өтпекпін. Сол жерде адам секілді дельта базасында тынықпақпын. Біз жолымызды 15 шақырымға қысқартып, сағаны бойлай өтпек болып ек, мұз әлі ери қоймапты. Кері ер өзеніне оралуға тура келді. К сожалению, из моей затеи срезать напрямую через проток. Өкінішке орай Құстастайды түге кесіп өтіп, саға бойымен жүзбек болып ек, ештеңе шықпады. Саға әлі мұз қойнауында жатыр. Енді кері қайтып, ескі жоспармен Асаубайға бет бұру керек. Балқаш жағасына жақындаған сайын даладағы өртілген жерлер көбейіп, жабайы жануарлар ізі азая бастайды. Бір күннің өзінде 18 өртке орынған табиғи көріністі көрдік. Түтін жан жақтан шығуда. Міне, Асаубай өзеніне де жеттік. Балқашқа дейін 9 шақырым қалды. Дельта базасына жету оңай шаруа емес. Өзен суы әлі мұз құрсауында. Амалсыз байдарканы мұз бетіне шығарып, сол мұз үстімен жүруге белі байладық. Максимальная скорость. Жоғары жылдамдық. Все. Болды. Мұзды бөлікті өткеннен кейін қайта су арнасына шықтық. Алдыңғы бұрылыста база қабырғалары көріне бастады. Кешкі мезгілде экспедициямыздың соңғы бөлімінің жоспарын құрдық. Нужыныс пен жабайы табиғатқа, болашақта жолбарысты жерсіндірмекке бекінген Атыраудың ең қызықты жеріне қалай бару жолдарын талқыладық.